Ассалаумалейкум достар, алдарыңызда Toyota Highlander 3.5 XLE комплектация, 2 есік повреждение, идеальный варианттардың бірі, көре берсеңіздер болады. Highlander жанып тұр, міне 16 миллион 200 мың теңге. Бұл Highlander'лердің бағасы қазір Қазақстанда қатты қымбаттады, білесіздер, 33 миллион, 35 миллион. Машина четко, кожаный салон, капитанский орындық, 7-местная машина, люк, управление, электропакет, цветін қараңыздар, бриллиантовый цвет, әп-әдемі. 2021-09 бұл жақта бұны 2022 дейді. Бісміллә кірек. Бар болғаны 4129 миль ғана, тоже бүгін өтіп кететін машиналардың бірі. Міне, қайтадан біз жұмысымызға оралдық. Заказ бере берсеңіздер болады, беспроводной зарядчик. Заказ бере берсеңіздер болады, машина құдай қаласа Қазақстанға біздің бақылаумен, GPS сопровождениемен барады машина. Тоже бүгін келді. Мені күтіп тұр екен. Ассалаумалейкум достар, алдарыңызда Hyundai Santa Fe 2021 четко вариант, самый легкий повреждение деп атайды мұнда бұл машиналарды. Көре берсеңіздер болады. Әдемі варианттардың бірі, тоже бүгін өтіп кететін жылтыр. Қараңыздар. Четко машина, родной краскада өзінің. Ішіне кірейік. Беспроводной зарядчик, датчик, мультируль, плавающий сиденье, барлығы бар. 2108. Енді мұның американскийде, мына жерлер корейскийде электронный болып келеді, чем Дубайға қарағанда. Полный панорамный крыша, подогрев сиденья, беспроводной зарядчик, автохолд, барлығы бар. Машина четко, көре берсеңіздер болады. Тоже бүгін өтіп кетеді, Santa Fe іздеп жүргендер. Мені бір апта күтіп қалдыңыздар. Бұрын жасайым десеңіздер, информация WhatsApp-тан ала бересіздер. Алып сатқанға өте керемет машиналардың бірі. Ассалаумалейкум достар, араға бір апта сарып алдарыңызда самый минимальный бағамен 7 миллион 700 мыңның Camry 70-і. Идеальный вариант, самый легкий повреждение, титан диск, родной краска. Міне, пин-кодын инстаграмға жазып қойдым, LE комплектация. LE комплектация. Енді бұл LE комплектаның LE плюс деп атайды бұндайларды, потому что люкпен, беспроводной зарядчик, кожасын қараңыздар, тап-таза, әп-әдемі. 7 миллион 700 мыңға бұндай таппайсыздар. 46 мың. Так, кілік біреу, камера өшіре тұрайын, чтобы звук дұрыс естілу үшін. Мультироль, пробег айттым, тағы не айтам? Люкпен, push start. Если LE плюстарда осындай push start пен люк болса, бұл жақта бұны LE плюс дейді. Енді 360 камера қойдырсаңыздар, все болды же. Мынадан әдем вариант болмай қалады. Алматы қаласында бизнес классқа арналған машиналар. Четко вариант. Ал ағайын, ассалаумалейкум, алдарыңызда Camry 70. Даусын жайыңыз. Так, 6,5 миллионның машинасы, әдемі варианттардың бірі. Кеп көре берсеңіздер болады. Досымыздың салонында тұр. Полный панорамный вид. 65 мың километр. Салон жақсы жасалыпты. Монитор қойылған. 2019 бірақ 6,5 миллионға стоит машина. Көре берсеңіздер болады. Достар, Corolla бирка бойынша 21, документ бойынша 22, алдынан ешқандай удар болмаған, айырбақтарының бәрі сау, бағасы $12,500 деп тұр. Салонның бәрі тап-таза. Бирка бойынша көрсеңіздер болады. 21 жылғы. Повреждение арт жақтан болған. Мұнан бәрін жасап береміз, багажникті ауыстырып береміз, мұнан бәрін полностью түзеп істеп береміз. Кімге қызықтырады, хабарласыңыздар. $12,500 бағасы. Примерно ремонтқа $1300-1400 кетуі мүмкін, фары бар. Енді есептейміз, кім алам дейтін болса, мына есіктің зазорларын бәрі өзінің заводской тұр.
қалай тұр. 22-ші жылғы Corolla. Кімге қызықтырады, сұрайшына хабарлассаңыздар болады. Көп Corollаны сұрайтындар алдынан удар болмаған сұрайды, артынан болса деп өз заводской наклейкаларымен тұр. Хабарласыңыздар. Ассалаумалейкум достар, алдарыңызда Mitsubishi L200 Sport. Бұларда титановый дискімен полный комплектация, бесключевой доступ, бағасы 14 миллион деп тұр. Жаңағы ішінде полный электропакет, кожный салон, плавающий сиденьесімен салон үшін қарап кетейік. Бұл идеальный пикап, 21 ғана километр жүрген. Бұл таза дизельді, турбо, 2D4. Пуш-старт, коробка автомат, драйв режим, 4 воды бәрін қосыласы, задний вид камерасы. Бұл полный комплектация уже, бағасы қатты қымбат емес, 14 миллионға новый пикап, идеальный, аяқ қоятын подставкасы бәрі бар. Мінекеңіз, бұл жаңағы 4 адамдық, орны бәрі ыңғайлы, багажный отсек. Мінекеңіз, машинаның артына қарап кетіңіздер, L200 Sportero дейді, полный комплектациясы, бағасы 14 миллионға. Заказ берсеңіздер болады, бұл тек қана дизель. Бензиндарда болады, бензин берсе салам Инстаграмға. Ассалаумағалейкум достар, алдарыңызда Honda Odyssey дейді. Өзі айдап жүрген машина екен. 78 дирхам дейді, 2020 жылғы. Минивэн іздеген жандар көп қой бізде. Бұл ұрылмаған, соғылмаған достар. Open please. 78 дирхам, 10 миллион 140 мың электропакет. Салон велюр. Оған подогрев. Барлығы орнатуға болады. Есіктері электронный екен. Кілтпен ашып жатыр. Шторкілері бар артында. Жауып жатыр. 7 орындық.